Ертеде ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні олар үйдің алдында отырып, қымыз ішіп отыр екен. Әй, кемпір, мына қымызға бауырсақ пісіріп берші. Әже қамба түбіндегі соңғы ұнды алып, қамыр илей бастапты. Қамыр үлкейіп, көтеріліп, сосын оны ыстық майға салып пісіреді. Бауырсақ дөп дөңгелек, алтын түстес. Домалақ доптай болып пісіпті. Әже, суытып алайын деп бауырсақты терезе алдына қоя бергенде, кенет бауырсақ тіріліп кетеді. Көзі пайда болды. Мұрны, аузы, қол аяғы шығып, күліп тұр. Әже таң қалып атаны шақырады. Ата не боп қалды деп жүгіріп келеді. Ал бауырсақ, ата, әже деп еркелеп қояды. Ата, әже? Екеуі таң тамаша болып, мұндайды көрмеппіз, дейді. Жеуге қимай, қайтадан терезе алдына отырғызады. Бауырсақ күлімдеп, ата мен әжеден далаға шығып, серуендеп келуге сұраныпты. Мен қашпаймын. Даланы көргім келеді. Ата басын изеп, ақылды екенсің ғой, әже. Жолда сақ бол балам, дейді. Бауырсақ домалап жолға шығады. Орманға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ сабырмен сөйлейді. Алдымен бір жұмбақ шешейік. Қыста аппақ, жаздақ сұр, секіргенді жақсы көреді. Бұл мен ғой. Дұрыс. Ал мен кеттім. Сөйтіп бауырсақ әрі қарай жүріп кетеді. Алдынан қасқыр Тоқтай тұр бауырсақ. Қарным аш, сені жеймін. Бірінші бірге санамақ ойнайық. 10-ға дейін сана. 10-ға дейін сана. Қасқыр ойланып тұрғанда, бауырсақ әрі қарай жол жүріп кетеді. Жүре-жүре аюға жолығады. Аю гүрілдеп, Тақпақ айтсаң ғана жіберемін. Айтпасаң жеймін. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Мұғалім сабақ сұраса, ұйықтап аю қалыпты көңілденіп, масқара. қарқылдап күледі. Сосын бауырсаққа қол бұлғап, жолың болсын, деп шығарып салады. Бауырсақ әрі қарай томпаңдап кетеді. Кенет алдынан сылқым түлкі шығады. Түлкі нәзік дауыспен бауырсақ күдіктеніп, Рахмет. Бірақ алдымен айта ғой, не үшін сонша мақтайсың? түлкі не айтарын білмей тосылып қалады. Егер шынымен дос болғың келсе, алдымен би билейік. Түлкі бауырсақпен билеп кетеді. Бауырсақ түлкімен қоштасып, ата мен әже үйіне қарай жол тартады. Осылайша бауырсақ орманда жаңа достар тауып, үйіне қайтып оралады. Аман келдің бе? Деп ата мен әже қуана қарсы алады. Содан кейін бауырсақ оларға немересіндей болып, қартайғанда ермек болыпты. Олар бәрі бірге бақытты өмір сүріпті.